Бүгінгі түн жылы болды. Ал жазғы демалыс қызық болды. Арман өз досының үйіне қонуға келді. Және балконда тұрды. Осындай күндер Арман мен Мақсат екеуі әңгімелесу үшін тұратын еді. О, қара, анандай терезелер көбейіп барады. Менің әжем бұл туралы айтқан. Ондай түсті терезелер адамды өзгертеді. Сен қатырасың. Бұл өсімдіктерге арналған лампа ғой. Ол өсімдік үшін. Сосын адам өсімдікке айналады. Әжем айтқан. Шын ба? Сен қатырады екенсің. Мақсат дүрбімен қарауды шешті. Арман оның әжесі оны ұйықтату үшін қорқытты деп ойлайды. Бір кезде Мақсат дүрбімен қарайды. Бірақ ол шынымен көреді және қорқып кетеді. Ол өз дұрбысын лақтырып, үйге кіріп, балконды қатты жауып ұйықтауды шешті. Арман Мақсатты шаршады деп ойлайды. Арман Мақсаттың 2 жылға үлкен болды. Осыдан 2 апта өтті. Ал Мақсат болса өз кітабын алуға Арманға барады. Есікті Арман ашты. Оның түрі шаршаңқы болды. Сен қайда жауап кеттің? Мен кітабым қайда? Кір. Мақсат пен Арманның бөлмесіне баруға шешті. Тыңда, сенікі шын болыпты. Менің ата-анам. Олар осы лампаны сатып алды. Енді оларды мен тани алмаймын. Олар маған қалаға шығуға тыныс алуға рұқсат бермейді. Және олар тамақ ішпейді. Маған да тамақ бермейді. Күні бойы осы лампаға қарап отырады. Басқа дым істемейді. Осы кезде анасы есік қақты. Балам, Арман, неге есік жауып алдың? Саған біреу келді ме? Мақсат төсек астына тығыл. Ол қатты қорқып кетеді. Және төсек астына тығылады. Төсек астына тығылып артық қозғалыс жасауға қорықты. Ол тыныс алмауға тырысты. Ары қарай не болатынын күтті. Бөлмеге Арманның анасы кірді. Оның аяғы апарық және көп күлгін болды. Есік жаппа, балам. Біз сені жақсы көреміз ғой. Мен саған біреу келді ме деп ойымдап кеттім. Анашым, ешкім келген жоқ. Мен ұйықтайын. Жарайды, балам. Біз саған сыйлық дайындадық. Сыйлық? Әкесі, көрсетші қане. Бөлмеде күлгін түсті лампа қосылды. Ол ультра күлгін түсті болды. Мақсат досының үйінен қашып өз есігін ашты. Сосын терезеге қарады.